Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 76-77 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 21. Welcome to Camping Europe. Read and underline and listen and check. Бізде мәтін берілген, мәтінде қара сөздермен жазылған сөздер берілген. Бұл жерде екі сөз, сол екі сөздің біреусін ғана дұрысын таңдауымыз қажет. Ендеше бастайық. We are in the beautiful countryside of rural France. Everywhere you look, there are volcanoes more than 80. 80-ші 80. Бұл жерде бізде 80 болады. Of them. It's a place you have to see to believe. Біз Францияның әдемі Мюрал ауылындамыз. Барлық жерде сен көретін 80-нен астам вулкандар бар. Бұл сен үшін көру керек жер. Бұл жерде бізде have to see to believe болды. To болған кезде міндетті түрде have болады. To болған кезде must болмайды. Have to болады. Our campsite offers everything you need to you don't have has. Бізде сөйлемде you болғандықтан бұл жерде have болады. Have to pack a lot of things. Бұл жерде айтылған біздің лагер саған қажет нәрсенің барлығын ұсынады. Саған еш нәрсе жинаудың қажет емес дейді. There are lots of fun activities for all the family. You can go walking, go fishing, go horse riding, because or just relax and enjoy the beautiful view. One thing you must do when you are here is take a train ride. Бұл жерде up болады. To the highest volcano, Puy-de-Dôme. You can get a great view of all the volcanoes from there. Барлық отбасы үшін көптеген қызықты іс-шаралар бар. Серуендеуге, балық аулауға, атқа мінуге, жай ғана демалып, әдемі көріністерді көруге болады. Сен осында болған кезде пойызбен жоғары жақта орналасқан Puy-de-Dôme бару керек дейді. Ол жақтан барлық жанартаулардың көптеген көрінісін көре аласың. Exercise number 22. Listen and circle. Тыңда және де белгіле дейді. Мәтінді тыңдап, қарамен берілген сөздерді қайсы дұрыс, соны таңдау қажет. Белгілемес бұрын ең алдымен тыңдалымды тыңдаймыз, одан кейін дұрысын белгілейміз. And now let's talk about volcanoes. Did you know that the word volcano comes from the word Vulcan, the Roman god of fire? Yes, that's right. As for the largest active volcano, that's Mauna Loa, and it's in Hawaii. So if you want to see it up close, then you have to visit Hawaii. And when you are in Hawaii, you can visit other volcanoes too. Why? Because most volcanoes are in the Pacific Ocean. There are more than 1,000 volcanoes, but there aren't any volcanoes in the UK. And did you know that the largest volcano in Europe is Mount Etna in Italy? Тыңдалымды тыңдағаннан кейін бізде екіншісінде Hawaii, үшіншісінде Pacific, төртіншісінде There aren't any, бесіншісінде Etna болды. Exercise number 23. Let's sing. Кел айна айтайық дейді. It's a windy day in London town, London town, London town. It's a windy day in London town, a windy, windy day. It's a rainy day in London town, London town, London town. It's a rainy day in London town, rainy, rainy day. Exercise number 24. Riddle time. Read and answer. Бұл жерде жұмбақ жасырылған, оқы және де жауап бер. What always falls but never gets hurt? You can see it in the picture in exercise number 23. Әрқашан жоғарыдан жауатын, бірақ ауыртпайды. Ол не дейді? Бұл бізде 23-ші жаттығуда суретте көрсетілген. Бізде өлеңде жаңбыр жайлы айтылған. Бұл жаттығудың жауабы жаңбыр, rain. Exercise number 25. In 3 minutes write. 3 минуттың ішінде төмендегі сұрақтарға жауап жаз дейді. Біріншісі бізде 5 kinds of weather. Ауа райының 5 түрін жаз деген. Windy, rainy, hot, cold, sunny. Windy желді, rainy жаңбырлы, hot ыстық,
cold суық, sunny күнді. Екінші, two winter activities. Қыста жасалынатын екі іс-әрекет. Skiing, snowboarding. Шаңғы тебу және сноуборд тебу. Үшіншісі, three summer activities. Жазда жасалынатын үш іс-әрекет. Мысалға, үшінші, swimming, ride a bike, surfing. Жүзу, велосипед айдау және surfing. Төртінші, four things you can take with you when you go camping. Кемпингке барған кезде өзіңмен бірге алып шығатын 4 затты ата дейді. 4 зат: camp stove, blanket, rope, whistle. Пеш, көрпе, арқан, ысқырық. 2 things you mustn't do when you go camping. Кемпингке барған кезде істеу қажет емес, істемеу керек 2 нәрсе. Go for a walk alone, eat wild fruit. Жалғыз өзін жүрмеу және де жабайы жемістерді жемеу.